Жаңа форматтағы атаулы әлеуметтік көмекке ие болғандардың бірі 5 баланың анасы Зоя Нұрманова. Бүгінде Нұршуақ балабақшасында тәрбиешінің көмекшісі болып еңбек атқаратын кейіпкеріміздің ең үлкені 17 жасар болса, ең кішісі қыркүйек айында мектеп табалдырығын аттамақ. 5 балам бар. 5-еуі де мектеп жасында әлі, мектепке барады. Баламның алды 11 жасты енді бітіреді. Ең кішкентайы 1-ші классқа барады. 4 қыз, 1 ұл менде. Өзім көп балалы семьядан шыққанмын. Біздерде тоже 5 қыз, 1 ұлмыз отбасымызда. Менің анам да көп балалы. Сол себепті қалаған шығармын көп балалы болуды. Зоя Нұрманова атаулы әлеуметтік көмек жөнінде ақпаратты орталық мамандары арқылы білген. Осы ретте жұмыспен қамту орталығына жүгініп, құжаттарын өткізген. Десек те соңына дейін сенімсіздік болғаны да жасырмауда. Мен бірінші кезде алатын ойлаған жоқпын, ол беріле ма, берілмей ма, көпке дейін сенген жоқпын оған. Қасымдағы тапсырған кісілер алды, мен уже ойлаған жоқпын маған түсет деп. Мен Народный банктың шотын бергенмін ғой, олар маған поштаға түсіп, сол кезде барып сендім, ақшаны қолыма ұстаған кезде. Мен жасағамда балдарыма бірінші тәттілер алып келдім. Осы бала-шағамның несібесі, осылардың несібесі деп, осыларға тәтті алып келдім. Осы ретте көп балалы ана мемлекет тарапынан жалпы алғанда, жергілікті ұйымдар тарапынан көрсетіліп отырған көмектер үшін ризашылық сезімдерін білдіруде. Осындай көмектер беріліп жатқандары жақсы деп ойлаймын. Себебі көп балалы аналардың көбісі қуанып жүр, қуаныштарын жеткізе алмайды. Өздері жаңа көп балалы болғанына қуанып, осындай неге көтеріп атқанына өз-өздеріне рахмет айтып жүр деп ойлаймын. Өзім де рахмет айтам. Мысалы үшін қазір маған мектептен де көмек беріп жатыр. Балаларыма аяқ киім болсын, не болсын, екі мектептен де көмек беріп отыр. Осындай әлеуметтік көмек шығарып отқан бірінші елбасымызға рахмет айтам. Содан жаңағы қызмет көрсету саласындағы қыздарға көп рахметімді айтам. Осындай біздерді көп балалы деп елеп, бізді шақырып, мені кеше 8 мартта елеп шақырып жатыр. Әкіммен стол басында болдық. Оларға да шүкір рахмет. Биыл жаман емеспін. Сол осы әкімімізге, сол жерде қызмет жасап жатқан қыздарға алғысым шексіз. Айта кеткен жөн, жыл басынан бері өңіріміздегі 248 отбасы, оның ішінде 1600-ден астам азаматтары осы атаулы әлеуметтік көмекке ие болған. Бұл бағыттағы жұмыстар жыл соңына дейін жалғасын таппақ.